Айдосқа қима бердім дейді. Жалпы Қазақстан қимаған сияқты. Ернімізді жасатпаған өз ернім. Бақты оға лайықтысың Зарина дейді. Әумин, рахмет. Айдос сенің 15 ақтын тұрдым деп бөсіп отыр ғой дейді. Сондай. Әрине еш нәрсеге өзінме дейді. Қасымды күнде бояйсың ба дейді. Жоқ. Айдос прямойда отыр ғой, жас қыз аламын деп дейді. Ала берсін. Ода мен расында да шаруам жоқ. Айыға ұқсайсың дейді. Маған негізінде бір әншіге ұқсатады мен. Ол әнші менен қайда әдемі, бірақ кішкене мынандай кішкене кескіндерімді ұқсатады Кәмшат Жолдыбаеваға. Қызыңыздың қанша тісі бар? Қызымда әлі тіс шыққан жоқ, прикиньте. Қызыңыз сізге ұқсаған шығар, мен өзі балажаным, сізге жақсы тұрмыс ортақ және қызыңызға жақсы әке болатын адам кезіксін, сізге бақытты болыңыз. Әумин, рахмет. Бақытты болыңыз. Әумин, сіздерде. Зарина, менде бір балам бар, мен де балам үшін өмір сүретін едім. Дұрыс айтасыз. Сәлем. Мына өмірде адамның екі түрі болады. Не мансап қуып, атақ қуып, жұрттардың мақтағанына қызығып, дәреже үшін өмір сүретіндер, балалар өмір сүретіндер. Дәреже үшін өмір сүретіндер өмірдің соңында жалғыз қалады. Бала үшін өмір сүретіндер өмірінің соңында бір дәрежеге жетеді. Бұл мен авторский сөзім жазбаңыздар. Бақытты бол, рахмет. Алакөлге сәлем. Кстати, Алакөлге барғым келіп жұртта қалдың жыл барып едім аяғым кезде. Ернің кесінен басқа жерге тимеген деген жігітпен хабарласып тұрасың ба дейді. Ернің кесінен басқа жерге тимеген деген қандай жігіт? Амилай подругам ба дейді. Ойбай, субханалла, Құдай сақтасын, ондай Аллахтың қаһарына ұшыраушылармен араласпай ақ та қойдым. Құрсын Амилай дегенде былай естуім бар. Не дейді ғой? Соларды ажырата алмаймын. Транс дей ма, субханалла, Құдай сақтасын. Бір өсек айтайын ба сізге, қызық дейді. Жоқ, өсек айтпаңыз маған. Менің қызыма 7 ай болды, бірақ әлі түс шықпады. Уайымдамаңыз, менің де қызыма 8 ай болды, түс шықпады. Қызым ерте тұрады да мені бүйтіп оятады. Тура осы жеріне саусағын тығады, мына ұстап алады дейсіз. Оятады. Көзім ауырып кеткеннен ғана оянамын. Зарина, сен мықтысың, Аллаға шүкір, қызың бар дейді. Өте дұрыс айтасың. Жаным ғой. Зарина, сен мықтысың. Рахмет. Бішкекке сәлем. Жақсы өздеріңіз. Қызым қосымша біз жеген тамақтың барлығын жейді. Қызыңа бақытты бала шақ тілеймін, тек бақытты бол, атаң аман болсын. Рахмет. Дайректі оқышы деді. Тәте, мен қазір прямойда отырмын ғой. Прямойдан шыққасын оқиын. Қызым неше айда отырды? Өз еркімен отырмайды. Шынымды айта салайын, өз еркімен отырмайды. Менің жасым 11-де, сол үшін маған сіз деп сөйлемей, сен деп сөйлей беріңіз дейді. Менде кішкене мәдениет бар да. Мысалы, мен аккаунттардың қанша жаста екенін білмеймін ғой. Барлығына сіз деп сөйлеймін. А вот шектен шығып, тексіз әңгіме жазып отырғандарға, конечно, ультиматум қойып орнына қойсын. Ұлым шашымды жұлып оятады 5 ай дейді, я. Біздің шашымызды жұлса тек қана ұлымыз бен қызымыз жұлсын. Басқа ешкімнің хақысы жоқ. Отырама қызың? Айдос қол көтерді ма дейді. Ол кезде есіме алғым келмейді. Саялы Алматының соңғы көшесі ма дейді. Жоқ. Саял деген көше емес, ол район. Қызыңыз бірге келсе жұмысқа шығасың ба? Құдай қаласа деп отырмыз, бірақ қазір оны дәрігерлермен ақылдасу керек, мамологтармен ақылдасу керек. Жоқ, қызымды әлі көрсетпедім. Қызымның есімі Айша. Айдос отыруға прямойда дейді. Ол отырған жоқ, мен прямойымда, ол менде блокқа тығыпты саған. Менің баламнан бір үлкен қызыңыз, бір ай үлкен дейді. Жағалап жүре ма мен қызым? Оңай жағалап жүрмейді, бір жерге барады да тұруға тырысады. Бүйтір келеді да күші жетпей аңырап жылайды. Мама құтқар деген сияқты ше. Қызым бетінен сүймейін дейді. Мен қазір просто сүйсем оян кетеді ше. Ертең оянғанда обязательно сен түсесіз. Күйеуіңді жақсы көріп шықтың ба, қалай ұмытып кеттің дейді. Жоқ.
қандай оқып жатырсыз? Қазақ дәрігер мамандығы. Қызымды массажға апардым ба? Иә, массажист өзі келіп үйіме жасап берді. Қармаққа салдым, иә. Сюдика. Қармаққа салдым, көп салмайын, потому что ол зияндау дейді ғой. Қызың атын кім ғой дейсің, әдемі екен дейді. Қазір ол жайлы айтамын. Екеулеріңіз жарасасыздар дейді. Қызым мен ба? Иә, әрине, ана мен бала деген тақырып өте керемет. Жарасамыз, білем. Еңбектейміз, бізде де түс жоқ. Қазақ қыздар намысшыл, барлық қыздар бақытты болуға лайықты. Әйел бақытын тілеймін. Амин. Мен Саял районында тұрамын. Зайка сәлем дейді. Қызымның есімін негізінде роддомда жатқанда 3 күн аты болған жоқ. Себебі мен негізінде күттім. Өз туысқандар жағынан үлкендер қояды деп. Вот сөздің ашығы, түн тұр. Қызыммен ант ете алам. Айдос не оттаса оттай берсін, мен қызымның атымен ант ете алам. 3 күн күттім, үлкендер хабарласып, құттықтап, не дегенмен немере ғой, атын қояды, немесе хотя бы әкесі маған қояды деп. Но увы, ешкім хабарласқан жоқ. Қызға документ керек болды. Сол жерде документіне мен болмағасын, ең қайырлы есімді қойдым Айша деп. Ол үшін мен ешкім жазғырмайды деп ойлаймын. Қызым 9 айда жүріп кетті дейді. Я біздің үйде Нұрайка 8 айында жүріп кеткен уже. Мықты жансыз ғой дейді. Сәтке 1,5 жасында беруге қалай қарайсың? Негізі әр балаға байланысты. Если кәдімгідей бәрін түсініп тұрса, бере берген дұрыс. Просто мен қызымның андай ұрды деген айталатын кезінде бергім келеді, кішкене хотя бы. А то қазір неше түрлі видеолар көремін ғой, садик жайлы қорқам. КВНде қыздармен араласам, 5-ке жатпады қызым. Қалайсың Заринам дейді. Жақсы, рахмет. Алтын қызсың сен, рахмет. Кешіңіз араласқаныма бірақ ерте сияқты дейді. Не нәрсе? Өзім алайын деп едім, болмады ғой дейді. Ойпырмай көсем болып кеткеннай көпті көрген дейді. Адам көпті көру үшін, көп нәрсе айту үшін, оған өмірді до конца сүрудің қажеті жоқ. Ситуацияларына байланысты. Көсем болсам, демек көсем болатындай әңгімелер айтуға лайық болғаным. Өсекші болғанша көсемшіл болайын. Мен баламды 1 жас 3 айында бердім дейді. Қалайсыз, шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар. Бағанадан бері ютубта бір сериал қарадым да. Содан кішкене ұйқым келіп кетті да, сөйтіп құрсын деп сериалды бітіп ұйықтайын десе, мамамен Айша күшті ұйықтап жатыр екен. Сосын құр отырғанша прямойға беріп шығайыншы деп. Бақытты болыңыздар, рахмет. Қалайсыз, жақсы, рахмет өздеріңіз. Сізді өмірде көргім келеді, бірақ мен Жетісайда тұрамын дейді. Қандай аты сериал дейді. Ничто не случается дважды. Балам 8 ай. Жақсысыз ба, шүкір, я. Қазғұрттан сәлем, әмин, рахмет. Отбасыңызға сәлем айтыңыз. Балаңыз қайда дейді. Қызым қасында. Хикаяның жалға шықты ма дейді. Хикаяның 2-ші бөлімі бүгін шықты. Біреу комментарий жазып жіберіпті, Зарина, бұл сенің өмірің ба деп. Жоқ, бұл менің өмірім емес. Если честно айтсам, бір оқырманның өмірі. Ол историяның соңы вообще трагедиямен бітеді. Вообще жылағым келіп кетті, ана қызға жаным ашып кетті. Бірақ түрін көрсетпейді маған, өкінішке орай. Ренжімеші, ешқашан жыламан, сенде өтініш, әмин, әрине. Ренжімеші, менікілерде роддомға да бармады, ұлымды босанғанда бақытты болайықшы, бәріміз ең басты балаларымыз аман болсын. Әмин, рахмет. Дорама көресіз бе дейді. Жоқ. Сәлем. Кіргенің жақсы болды дейді. Неге? Сағын кеттіңіздер ма? Жетісайда тұрам, қате жазып қойыппын дейді. Еш жетпейді, бір қатеде тұрған мен түсіндім, Жетісай екен. Дұрыс айтасың, ұрды деп айталған кезінде бермесен қорқасың дейді. Я садик жайлы неше түрлі видеолар көріп жүрмін ғой. Драма или дорама дейді. Драма ұнайды. Дамираға сәлем. Қалауында ой құтырғаныңа, я төбең көкке жеткендей,
ананымнан оттап отырушы едім ғой дейді. Оттасам лайық оттадым, оттағанына әлі де лайықпын. Айзада 57-84. Қатты қиналып отырсыз ғой, тегі кіре салып. Жан бақытты болыңыз, тек жыламаңыз. Рахмет. Мамаңыз не жұмыс жасайды? Мамам өте керемет жұмыс жасайды. Айтуға болмайды. Себебі реклама болып кетеді. Шынайы реклама болып кетеді. Мамаға айтамын, да сіздің жұмысыңыз реклама істеймін десем, ойбай, сенің рекламаң бізге керек емес, бізді жоғарыдағылар өздері таңдайды дейді. Арасында солай әзілдесеміз. Азып қалыпсыз ғой, не ойлап жүрсіз дейді. Үшеу ойлап жүрген жоқпын. Зарина қай жылғысыз дейді. Мен кішкентаймын, 99. Мен 18 ай 4 тісі бар, 5-ші шығып жатыр дейді. Я, мен де үйде сіңілім деген кәдімгідей тістер шығып кеткен. Привет, Жамсол, қалайсың дейді. Жақсы, шүкір өсеріңіз. Сізде айфон ба өзіңіз алдыңыз ба дейді. Я, айфон өзім алдым, Аллаға шүкір. Ақтөбеге келшеш дейді. Ақтөбеде бір рет болғанмын. Ақтөбеде танитын адамдарым жоқ қой, просто. Жездемнің туысқандары бар, ол кісілерге не жеп барамын, сіздерге келіп. Я, көріп қуанып қаламын, сен сияқты мықты қыз. Рахмет, Зарина Жанбақтыл, рахмет. Неге азып кеткенсіз, бірдеңе ойлап жүрсіз бе? Ештеме ойламаңыз, тек жақсылықты. Жоқ, мен жақсы нәрселер ойлаймын, ол үшін азбадым мен. Алла жылатпасын, сөйлеген сөздерін айтты, рахмет. Зарина, қалайсың, бақытты бол, аман жүр, рахмет. Айзада хайп ұстап отыр ғой дейді. Может, я. Привет, Зарина, вы супер, не обращайте внимания дейді. Да, конечно, спасибо. Зарикош, үйге жазылдың ба? Алимент аласың ба? Қазірден алиментке жазып қойсаң ақша жиналып тұрады. Айдос, ана қала, мына қалаға шыға алмайды. Өйтіп басында алименттен қарызы бар адамдар дейді. Бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Уақыты емес. Сәлем дейді, сәлем. Зарина, сенен мотивация алам, өте керемет жансың, рахмет. Повар болып жұмыс істеді ма дейді. Жоқ, повар емес. Емізіп жүрсіз ба, я? Зарина, қарапайымсың, өте мықтысың, қалай барсың, солай көрсетесің, басқалар сияқты жасандылық жоқ дейді. Рахмет. Соны түсінгеніңізге рахмет. Мен реально айтқандай жасанды бола салғым келеді кейде. Оу, ұйықтап деп қояды, жаным. Қаскелеңге сәлем. Іш өткенге не дәрі беруге болады, білесіз ба дейді. Балаларға қатысты ештеңе айтпаймын. Дучу? Что такое дучуны? Қасында соскасы болады. Ұйықтап алады, бүйтіп соскасын тауып, бүйтіп ептеп аузына салып алады, жаным. Бағыма берілген қыз ғой бұл мен. Алдында қызыңыз ауырып қалып еді, врачтар не дейді, шүкір жақсы, моментальный вагинация деді ғой үшін. Жаңалық жоқ. Арасында ойнап жүрінші қалжыңдап дейді, әрине. Айдос, өз прямойында отыр, сөйлемейсіз ба дейді. Жоқ, мен оған қатысым жоқ. Ол кісінің маған қатысы жоқ. Қатты күшеніп еді, сол кезде не дейді. Старайтесь күшендірмеуге деді. Сосын қызыл майдың свечасын қолданыңыз деді бөпеге. Мықты қыз дейді, рахмет. Құрбыма жаман ұқсайсың, нөмір 2 дейді. Қалайсыз дейді, жақсы өздеріңіз. Менің қызым Фатима Айша екеуі бір айда туылған дейді. Бір фраза айтшы дейді. Қазір мен негізі авторлық керемет сөздерім өте көбейіп баратыр, что-то. Мен сені қуат ақын қысып шығып кетем ғой деймін. Келдім бүгін вторник деп бұл. Жақсы өздеріңіз. Инстадан ақша табасың ба дейді. Аллаға шүкір, я жасырмаймын. Ешкім ренжімейді деп ойлаймын. Қазіргі таңда Құдайға шүкір, қызыма самый көмектесу керек, адам көмектеспесе де, ашты да болса ашындық. Осы Инстаграм көмектесіп жатыр, сондықтан кісілеріңізге сәлем айтып барыңыздар. Инстада деп отырмаймын деп өйтіп, андай келеке қылмай қойсын. Мықты адам болса, тапқан қалтасына тықпай қызына беретін еді. Хотя керек та емес, оған Құдайға шүкір өзіміз ақ бағып жатырмыз. Мен нануляқ қалып кеткенде әжесі бәрі дайын тұрады қызымды бағуға. Тұрмысқа шығып кет, жассың, тек жақсы жігіт кездессін дейді. Рахмет. Жауап беріңізші, өтіп кеттің ғой, мен сұрағымды оқып алып жаным дейді.
Мен айттым ғой, бұл сұраққа әзірше жауап бере алмаймын деп. Қызым 8 ай. Айдос тап қазір сіз айтып отыр ғой, ұялмай тастап кетпедім деп, қазір отыр прямойда. Ой, шын айтамын, қызым маған жер шын айтайыншы. Мен андай жабайылар ұқсап деп айтпай ақ қояйын. Расында ол не айтады қызық емес. Себебі мен уже жақсы білем, өтірікті судай сафрат болып басқа ештеңе айта алмаймын. Құдайдың атымен ант етемін, қызымның атымен ант етемін. Мен осы күнге дейін прямойда не айттым? Әлгінде бір рет сақталып қалған прямойда барлығы шындық. Оны жоққа шығарып отырған Айдостан вообще садаға кеттім. Сондықтан достар, давайте бір-бірімізді сыйлайық. Айдос жайлы айтпаймыз. Ол кім ол? Кім ол? Сәлем Зарина, босандым ғой дейді. Машалла, бақытты болыңыз, балаңыздың бауы берік болсын. Сәлем. Маған Рысбала екеуің ғана ұнайсыңдар, шындықты айтып, еще қарапайымдысыңдар дейді. Рахмет. Қыз жақсы ғой сіздің алданышыңыз дейді. Жүкті болып жүргенде прямойларыңыз өте қызықты болатын. Сөзі менімен бірге едіңіздер кәдімгідей. Сені жігітінен тартып алып кетпеңдер. Сені жігітіңнен тартып алып кетіп еді, соңы не болды дейді. Мен ешқандай жігітімнен ешкім тартып алған жоқ. Менде ол кезде жігіт те жоқ еді. Жансейітті айтып жатсыздар ма? Ойбай, ол өтірік келген, пиар қойып келген адам ғой ол. Сіздерге өзін бүйтіп, мен Заринаны сүйдім күйдім деп көрсетіп жатқан шығар. Пиар қойып келген адам. Оны маған айтқаннан кейін ғой, мен онымен кездескім келген жоқ. Оқырмандарыңыз бағалайсыз, бәріне жауап бересіз. Рахмет дейді. Оқасы жоқ. Стараюсь. Мені мақтаған адамды оқып, мені жамандаған адамды блокқа тығып жіберетін адам емеспін. Айтшы бір фраза дейді. Сол қайсынан айтсам екен деп отырмын. Жағалап жүреді ма қызыңыз дейді. Ой, қатты қорқақ қызым, шын айтам. Алла өзі ақ береді, үйіп ризам дейді. Рахмет. Өзінше жырпылдап қалғансың ғой сен дейді. Неге жырпылдамасқа? Жаспын, жырпылдаған өзіме ұнайды.